жетті ма сағаттың шаблоны балалар? Жетті. Енді бүгінгі 2 тапсырма деп айттым. 2 тапсырмаға 2 уақытты кездесу уақытын белгілеңіздер. 12-де және 3-те кездессеңіздер болады. Белгілейік дөңгелектеп. Белгіледік пе? Енді балалар, бұл жұптық жұмыс тапсырманы орындамас бұрын сендер өздерінің жұптарыңды табасыңдар. Ол үшін сіздерге 2 минут уақыт береді. Кеттік. Ақырын қақпайсыздар. Бақжан, сен 3-те боссың ба? Жазыңдар, міне Мансұр 3-те босспын дейді. Таптыңдар ма? Бақжан, жақсы, отырамыз. Тапқан оқушы орнымызға отыра қаламыз. Кім ол Бақжан? Кімді жазың? Сен 3-те боссың? Мансұр деп белгілеп қой. Бағдар, 12-де кім бос? Onda Baqjan'da jaz. Baqjan'da o'ynaydi. Qancha o'qib? Qaysi o'qaysiz o'qib? Sen bo'sh bo'lib qoldingmi? Qay vaqtda bo'sh bo'lib qolding? Yo'q, men bo'sh emasman. Men gap aytdim. Jarayt bolalar. Sen bo'sh bo'lib qolsang da Semirdan men jup bo'la solasan, jaraytmi? Yaxshi. Olay bo'lsa, bolalar, hozir men saat 12 bo'ldi degende birden жұптарыңды tauып кездесесіңдер. Түсіндік пе? Saat 12 болды. 12-де кездесетін жұптарыңды tauып, кез келген жерге отыра берсеңдер болады. Кездестік пе жұптарымызбен? Жақсы. Олай болса, балалар, бері қараймыз сырып, тапсырмамызды орындауға кірісейік, ол үшін мұқият тыңдаңдар. Қазір сөздік гол ойын ойнаймыз. Мен осы сыныптың қабырғалары болсын, сыныптың бұрыштары болсын, түрлі сөздер жасырдым. Яғни сөздер болғанда біз бүгінгі тақырыбымызға қатысты, кешегі тақырыбымызға қатысты сөздер болады. Соны жүппен іздеп табамыз, әр жүп бір сөзден ғана табасыздар, тыныш отырамыз кәне. Бір сөзден ғана табасыздар. Түсінікті ме? Тапқан оқушылар гол деп айғайлаймыз. Кеттік. Терезені алып қойсаңыздар болады. Ақырын, жүгірмей қатты. Бұл жерде жоқ, бұл жерде жоқ.
Vaqtimizni almaylik. Mayli. O'tiramiz. Arju bir so'zlar haqida qanday so'zlar berildi sizlarga? Жақсы. Енді анықтайық. Сол сөз, қай сөз табына жатады? Ол қайсында дарам? Кішкене деген сұрайым сіздерде. Күрделі ма, дара санайсың? Қандай санайсың? 90 дейді. Қандай санайсың? 8. Қандай санайсың? 30 күрделі емес қой? Қандай оқы? 70. Күрделі санайсың күнде? Күнде ғана, е, мында 608. Күрделі ма, дара ма? Күрделі санайсың. Енді әрші осы пайдаланым сөзді екі сөйлемнен құрайсыздар. Жазғы демалыс тақырыбында болу керек сөйлемдеріңіз. Түсінікті ма? На санесін ішінде болу керек. Түсінікті ма? Кеттік, 1 минут уақыт. Екі сөйлемнен құрасыз. Дәптерлеріңіз керек емес, түзіп отыра қойыңыз. Ауызша құрайыз. Кәне кеттік, уақыт кетті. Екі сөйлемнен. Ал екеуміз құрайық. Сен бір сөйлем құрайық, мен бір сөйлем құрайын. 70 деген сөзді. Жазғы демалыс тақырыбында болу керек міндетті түрде. Көлге 70 түрі шара бар. Көлге 70 түрі шара бар. Темірлан екеуміз дайынбыз. Екі сөйлем құрап қойдық. Бағжан дайын ба? Екі сөйлем болды. Құрады ма Бағжан? Дайын бір кім дайын? Қай жұп дайын? Аяғымен не дейін? Тұрып қане жауап берейік. Санесінің атауы қалай? Бірінші. Ал. Айтамын. Бұл тез медина. Құрай ғой сөйлем. Бірінші маусым. Жақсы. Ары қарай. Тамаша, қане бұл жауаптар келесі. Нұрсұлтан мен Ерсұлтан. Қандай санесіз оқыңдар бірінші сөзді? 12. Жақсы. Енді сөйлем құрамыз. Бүгін 12 толып. Екінші сөйлем. Бір жылда 12 ай бар. Жазғы демалысқа қатысты ойладыңыздар ма, ойлаған жоқсыздар ма? Мұғалім. Ал, Айсұлтан мен Бағжан, ойластырыңыздар. Айтам, жарайды. Жазғы демалыста менің бауырым 4-ке толды. Тамаша, жазғы демалыста 4-ке толады бауырым дейді. Бағжан. Не істейсің сен? Сенің бауырың 4-ке толмай ма? Көмектес жіберді бұға ғайне? Тағы бір сөйлем құрастырып. Жазда күніне 4 бауыздақ жейін десең келмей ме? Жазда 4 ағамен көлге барып. Ой, тамаша, кәне болса талапта. Ал, біркенен Аяна. Біз жазғы демалыста Семейге отбасымызбен бардық. Санесім қайда? 30 дейді. Санесім. Қатыстырамыз санесімді. Біз шілденің 30-ы саяхатқа кеттік. Тамаша, кәне болса талапта көрейік. Сырымен Ерәлін жұбы. Мен жазда 8 бала ауладым. Жарайсың, 8. Мен жазда 8-ге толамын де. Тұра ғой. Ақнұр мен жүзімнің жұбы. Ал? Біз 90 дейді сіздердікі. Biz жазда отбасымызбен көлге барамыз. Дәрісің. 90 деген сөз құрастырмады, жақсы. Дегенмен жақсы құрастырмады. Biz каникулдан 90 күн демаламыз. Тамаша 90 күн демаламыз ба? Тұра ғой, Ердос.
Niye aldın? Niye aldın? Mansur etsin. Жалғастыр. Мен бар бал түрі сейілсеңдеге балымызда қалды. Жақсы. Барлығымыз айттық па? Түгел айттық па? Айта ғой кейіп Темірлан. Жаңа мен айттым, е? Көлде сізде қандай сөз еді? 70. Көлге 70 түрлі шар әкелдім. Жазда 70 шар әкелдім. Оны ағашқа ілдім. Жақсы, оны ағаштарға көлге ілді. Тамаша, жақсы ма? Жарайсыңдар балалар. Жақсы, енді бұл өткен тақырып бойынша қайталап болады. Дара және күрделі сан есімді біз қайталап шықтық. Ажырата аламыз. Енді ережесін бір қайталап айтып жүрейік. Дара сан есім дегеніміз не балалар? Bir sözde тұрады. Bir sözde тұрады. Екі одан да Күрделі сан есімнің құрамында ол бөлек-бөлек жазылады. тамаша, күрделі сан есімдегі сөздер бөлек-бөлек жазылады. Жаңағыдай 45, 95, 608 барлығы бөлек 12. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыбымыз әрі қарай осы күрделі және дара сан есімді жалғастырамыз. Яғни бүгін бізде тиянақтау сабағы. Осы күрделі сан есімді тиянақтаймыз. Түсінікті ме? Енді кітапты ашамыз. Ашып тұрған кітабымыз 116 бетті ашыңыздар. 117. Аштық қой. 57 жаттығуға қараймыз. Мында дейді, сендерге былай дейді. Сен, отырыңшы дұрыстан, сен саяхат жетекшісің. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Енді балалар, барлықтарымыз жеке-жеке көшемен таныстыру, бізде уақыт жетіспейді. Сол үшін мен әр топқа мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Ол үшін барлығымыз қайта орнымызға отырамыз. Өз орнымызға отырамыз. Тапсырманы келесі кездесу уақытында айтамыз сіздерге. Отырыңыздар. Кездесу уақыты сағат 3 болды. 3-тегі жұптарымызды табасыздар. Кім бос соған бара салуға да болады. Таңдаған кезде мұқият таңдау керек болады. Таптық па? Сен кімменсің? Неге іздемейсің жұбыңды? Неге іздемейсің? Екеуміз болғанымыз бұталды? Жарай. Енді балалар, мынандай тапсырма 57-ші жаттығу бойынша әр топ осы қатар бойынша отырыңыздар ғой. Сіздер былай отыра алыңыздар, мына топқа қарай. Мына топқа отырыңыздар. Боламыз сіз ақыры тез отыра қалды. Осы қатар бойынша топқа бөліне салайын. Міне бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Медина отыра қалды. Тапсырма мынандай. Тыңдап отырмыз ба? Тапсырма мынандай балалар. Қазір әр қайсы осы мектептің көшесін таныстырасыңдар. Соған байланысты жоба жасайсыңдар. Әр топ жеке-жеке. Яғни мектептің көшесінің аты қалай, нөмірі неше, одан кейін жанында қандай, мысалы дүкен бар ма, үй бар ма, не орналасқан барлығын суреттеп тұрып салып шығамыз. Сосын топтарында бір адам соны қорғап шығады. Түсінікті ме? Міне алдарында қағаз тұр. Алдыға топқа жиналыңыз. Сіздер барыңыздарыңыз. Келіңдер. Мұнда жиналыңыздар. Сіздер мұнда, сіздер өмірді. Қағаздарыңыз дайын тұр. Мектептің көшесіне жоба жасаймыз. Сурет салыңдар. Несі жазып жетеді. Келе ғой, жиналыңыз. Топқа жиналыңыз.